Әлеумет, ассалаумағалейкум. Эфирде Көкпар бағдарламасы. Бұл Көкпардан ересектер арасындағы Қазақстан Республикасының 17-ші чемпионаты аясындағы ойындар. Бүгін біз Қызылорда облысының құрама көкпар командасы мен Солтүстік Қазақстан облысының құрама көкпар командаларының арасындағы бәсекені тамашалайтын боламыз. Әрине, екі команданың да бұған дейінгі тарихы тереңде жатқан жоқ, десек те тартысты ойын болады деген үмітіміз зор. Міне қазір ортадағы төрешілерді сіздердің назарларыңызға көрсетуде. Жалпы екі команданың жігіттерімен әуелі баршаларыңызды таныстыра кетейік. Міне Солтүстік Қазақстан облысының құрама көкпар командасы сіздердің алдарыңызда тұр. Бірінші нөмірде Рамазан Махатов, екінші нөмірде Еркебұлан Дүйсеков, үшінші нөмірде Арлан Шәріп, төртінші нөмірде Сүйінбай Мұратов, бесінші нөмір Аблайхан Махатов, алтыншы нөмір Руслан Сумағұлов, жетінші нөмірде Алпамыс Ысқақов, сегізде Алмас Зайдуллин, тоғызда Вадим Любарский, онда Сұлтан Қаруллин, 11-де Нұрболат Шакенов, 12-де Бақтияр Зинуллин. Ал Қызылорда облысының құрама көкпар командасы мына сіздердің алдарыңызда тұрған құрамда өнер көрсетеді. Бірінші нөмірде Қанат Абылбеков, екінші нөмірде Асқат Мырзагелдиев, үште Олжас Оспанов, төртте Алтай Қоңқаев, бесте Абай Ережеп, алтыда Асылбек Әуезов, жетіде Пазылхан Өміртаев, сегізде Наурызғожа Әмзеев, 9 Ертай Нәлтаев, 10-да Нұржан Қамбарбеков, 11-де Жаслан Мұратов, 12-де Шымырбек Сейіткермов. Ал ортадағы төреші Қазақстан Республикасының көкпардан 9 дүркін чемпионы болған, елімізге еңбек сіңген жаттықтырушы, ұлттық дәрежедегі төреші Нұрдәулет Момынов. Ал қапталдағы төрешілер, яғни Нұрдәулет Момыновтың көмекшілері десек те болады, Зиябек Жеткеров, Ғани Нұржанов және Ақылбек Меңдіғалиев. Міне осы төрт азамат бүгін ойынға төрелік жасайды. Үшеуі қапталда, біреуі ортада жүретін болады, әдеттегідей. Сонымен енді қос команда бір-біріне дәл осы жерде сәттілік тілесіп алғаннан соң өз мәрелерінің түбіне туларын тігетте ары қарай көкпар бәсекесі басталады. Бүгінгі көкпарды өздеріңізбен бірге тамашалайтын комментаторларыңыз әдеттегідей мен Қайырхан Мәулен. Қызылорда облысының жігіттері соңғы уақытта өте керемет ойындармен көзге түсіп жүр. Наурызғожа Әмзеев сынды, осылардың ішінде Алтай Қоңқаев сынды, Абай Ережеп сынды, 1995 жылы туған Абай Ережеп. Жас спортшылар ерекше көзге түсіп жүр. Жасөспірімдер арасында Қызылорда облысының құрамасы қатарынан Қазақстан Республикасының чемпионатында екінші орынды алды. Екеуінде де Оңтүстік Қазақстан облысының жігіттеріне есе жіберген. Міне қазірде дегеннен-ақ алғашқы шабуылды бастап кеткенін көріп отырсыздар. Бұл 10-шы нөмірдегі Нұржан Қамбарбеков. Нұржан Қамбарбековтың орындауында тамаша бір салым болатын секілді, астындағы Ақбоз аттың өзі де қалай қимылдайды, қараңыздаршы. Міне қалың доданың арасына ақылсыз кірмей жануар шіркін әдемі жарып өтуге мүмкіндікті салып жатыр. Қазір Солтүстік Қазақстан облысының қорғанысы осы жерде ашылып қалды. Енді аттың тізгінін кері қарай бұра кетсе, Нұржан Қамбарбековтың орындауда бір салым болушы еді, тамаша. Бірақ ол мүмкіндікті жіберіп алды, әлде болса мәренің тура түбінде тұр. Қазір командалық әріптестері жағдай жасауға барын салуда. Нұржан Қамбарбековке жеке дара шықты, міне ашылды бұл салым. Өте тамаша. Қадірлі телекөрермен, есеп ашылды. Ойынның екінші минутында Нұржан Қамбарбеков салымды болды. 1988 жылы Қызылорда облысында туған палуан, атының атын Құдірет деп атаған екен. Міне Ақбоз аттың құдіретін осылай көрдік, қадірлі телекөрермен. Қызылорда облысының қоржынына бір салымды алып келді. Әдегеннен ақ. Қызылордалықтардың жалпы қай команда болмасын, алғашқы салым ашылса ары қарай екінші тыныс ашылғандай құдды. Жігіттерінің баршасы өршілденіп басқаша бір қарқынмен өнер көрсететінін білеміз. Сондықтан қызылордалықтар есепті ары қарай еселей түсуге қазір барын салады. Сол жолда
шатаспасақ Алтай Қоңқайып болуға тиісті. Серкені тақымға басып алған жоқ. Қазір ойын алаңның сыртына шығып кетті. Жоқ, бұл Ертай Нәлтаев екен. Кешірім сұраймыз әрине. Алыстан Алтайға ұқсаған, бірақ Нәлтай болып шықты. Сонымен Еркебұлан Дүйсеков пен Наурызқожа Әмзеевтің арасындағы жекпе-жек. Еркебұланның астындағы күреңді қараңызшы, қалай жатады шіркін. Бірақ Наурызқожа Әмзеев жалпы бұл бала осы Қызылорда облысының құрамындағы ең үздік жекпе-жекшілердің бірі. Қазақстанда теңдесі аздау жекпе-жекке шығатын жігіттердің бірі. Міне соның қазір бір парасын көрсетті. Тағы да қызылордалықтардың тақымында. Бұл әрине шын серке емес, жасанды серке, муляж деп айтады. Міне соны қазір тақымға басып қызылордалықтар жүр. Күреңмен жеке дара шығып кетті. Міне қараңыздар, екі қос солтүстік Қазақстан облысының жігіттері Алтай Қоңқаевтан айырылып қалды. Алтай жалғыз өзі келе жатқан сәт, бұл салым. Салым ардақтар ағайын. Есеп 2-0. Міне айтып ауыз жиғанша қызылордалықтар есепті еселей түсті. Алтай Қоңқаев 1984 жыл туған шабандос. Қызылорда облысының тумасы депті. Астындағы тұлпарын Бақторы деп атаған екен. Ойынның 5-ші минуты тақаған тұста есепті еселеп 2-0-ге жеткізіп кетті. Тағы да серкеге қызылордалықтар бірінші болып келе жатыр. Әттеген еңке алмай қалды. Міне қызылордалықтар тағы да серкен жерден көтеріп алған. Көрдіңіздер, негізінен жалпы Қызылорда облысының жігіттері серкен жерден селт көтеріп, тақымға бірден басып кетіп, жылдамдықта көп ойнамайды. Олны жасырудың қажет жоқ деп ойлаймыз. Бұл жігіттер шаба тартыста алдына қара салмайды баршасы бірдей. Білектерінің күштері деген енді расымен де атан түйе қайсатындай күштері бар. Жилік-майлары толыққан, өңшең сондай азаматтар кім-кімнің болмасын тақымында кетіп бара жатқан серкені сілкіп-сілкіп жұлып алатын жігіттердің бір парасы осы Қызылорда облысынан кездестіруге болады. Еркебұлан Дүйсеков қазір серкені көтеріп тақымға басты. Солтүстік Қазақстан облысының құрамасында өнер көрсететін Еркебұлан Дүйсеков осы күрең қасқамен талай көзге түсіп жүрген осы чемпионатта байқап жүрміз. Міне жылдам десе жылдамдығы бар, атының күш десе күші бар. Қараңыздар, асырып тастап кетейін деп еді серкені лақтырып, бірақ кәдімгі футболдың тілімен айтқанда рикошет болды бұл. Салым салуға мүмкіндік бар. Қызылордалықтардың қорғанысы көрдіңіздер ғой. Қандай тамаша. Серке жерге қайтадан түсіп қалған екен. Міне тағы да солтүстік Қазақстан облысының жігіттері. Міне енді тастап кетті серкені. Мәрені көрмей қалған сияқты шамасы. Әрине футболдың қақпасы сияқты ұзындығы 6 метр емес. Бұл жерде бар жоғы 3 метр диаметрі ғана. Сондықтан серкені көрмей қалуға бұл жігіттердің қақысы бар болайша айтқан кезде. Нағыз ер азаматқа тән спорттың түрі көкпармен қарап отырған кезде шұғылдан жатқан жігіттерге аттың үстінде отырып бір серкені ар жылқып, бер жылқып оңай сияқты көрінгенмен де расымен де қорқынышты ойындардың бірі. Міне қазақтың ұлттық спортының төресі осы көкпар болғандықтан бабаларымыздың қандай батыр екенін, ержүрек қайсар ат құлағында ойнаған нағыз ер азаматтар екенін осыдан-ақ байқауға болады. Міне соның ұрпағы жалғастырып келе жатқан жігіттер. Көкпарды шауып, тұлғалы азаматтар осы көкпардың ошағы сөнбесін деп жыл сайын чемпионат өткізіп, қаншама турнирлер өткізіп, оңтүстікте тіпті күн сайын жаппай көкпар беріп, ұлттық құндылығымызды дәріптеп жоғалтпай келеді. Міне қазір тамаша бір салымды болушы еді. Бұл серке мәреге түскен кезде кәдімгі тарихта қалатын, кезінде Нұрдәулет Момыновтың булит
тоқтақ, ол кезде қазанды қойын ғой. Қазандыққа серкені бір адамның үстінен асырып тұрып тастаған бір әдемі салымы бар. Өкінішке қарай ол телевизиялық нұсқада сақталмаған. Бірақ ел әлі күнге дейін аңыз қылып айтып жүргенін білеміз. Дәл сондай салым болып, қайталанған салым болып есте қалушы еді. Еркебұлан Дүйсековтің жалпы бағжанып тұрған балуан қазіргі таңда. Бабын қатар ұстаса, онда алдағы уақытта ондай салымдар шығады деуге біздің толықтай сеніміміз бар. Муля жыртылып кеткен сыңайлы бұл жерде. Міне жігіттердің қара күші қандай екен көрдіңіздер. Тепсе темір үзет дейтін теңеу осыдан қалған шығар. Қызылорданың жігіттері жерде жатқан серкені қайта көтеріп тақымға басып алды. Енді әрі қарай шабуылға басу керек. Ақбозатпен шыққан бұл жола. Үшінші нөмірдегі Олжас Оспанов екен. Қос бозат бар екен қызылордалықтарының құрамында. Екеуінің де жүрісі жайлы, шабысы мықты секілді. Нұрдәулет Момыновтың пәрменімен міне ортадағы жатқан серкеге талас басталып кетті. Еркебұлан Дүйсеков тағы да серкен жерден көтерген болатын, алайда қызылордалықтар тақымға басып алды. Шіркін, қараңыздаршы, қандай тамаша шабуыл. Жалғыз өз жеке дара келіп салымды болды. Өте тамаша. Бұл салым. Оның үстіне қандай салым, ардақтар ай. Абай Ережеп 1995 жыл туған, жап-жас балуан. Ойынның 12-ші минутында күтпеген жерден салымды болды. Өздеріңізде көрдіңіздер бай. Абай Ережеп жас келсе еске деген болса, жүсіп баласағын кезінде айтып еді, жылға сай батпақ болса өте алмайсың, жастан шыққан жүйрікке жете алмайсың деп міне. Тұлпарға да ерге де айтқан теңеу осы болса керек. Астындағы айғырымен Абай Ережеп көзілеспейтін жылдамдықпен тақымға серкені басты сауырдан қамшыны басып жіберіп кәдімгі. Жүйткіп мәренің түбінен шыға келді. Қайталап көріністен тағы көреміз. Көрсең көзің тоятын салым бұл өзде. Еркебұлан Дүйсековке тең келетін ешкім болмай жатыр. Абай Ережептің өзі тағы шығып еді, бұл жолда айласын асыра алмады. Мына муляждың жүн жоқ қой серке секілді, сондықтан кез келген жерінен ұстай алмайсың. Тек бақайдан сираққа ғана жармасуға мүмкіндік бар. Ал кәдімгі шын серке болса кез келген жерінен жабыса кетіп, кәдімгі жұлып кетуге мүмкіндік бар. Бірақ бұл енді жасан серке болғандықтан тек сираққа ғана жабысуға тура келеді. Еркебұлан Дүйсековтың астындағы күрең қалай қозғалады. Әй шіркін ай міне. Қазір төрешіні бір айналып барып шабуылға шығуға жоспарлап отыр. Еркебұлан Дүйсеков шіркін ай, қалың доданың ту сыртымен айналып тура мәренің түбіне келген кезде қызылордалықтар тартысқа көшті. Қазір тағы да мүмкіндігі бар, енді жаба қойшы енді. Ай, командалық әріптестерінің көмегі сәлде аз болды. Соның өзінде Еркебұлан Дүйсеков тамаша бір салым салды. Баскетболдың добы сияқты кеп тастады мәреге. Еркебұлан Дүйсеков 1994 жыл туған шабандоз. Астындағы айғырын Қаратал деп атаған екен. Қаратал дейтін ауылдан шыққаннан кейін болса керекті. Міне қараңшы Еркебұлан Дүйсековті. Қалай тастап кетті серкені. Анау серкенің салмағын, оның нығыздығын, мығым екенін бәрін есептеп, ат қағам дегенше кеп тастап кеткен осындай жігіттерін айналасың ғой. Міне ақжал айғырын естер екен. Ат тұяғының астында жаншылық қалды серке. Айтпесе тақымға басып ақ кетуге болатын мүмкіндік бар еді. Төрешінің сықырғы естілген сыңайлы, я. Өйткен серке ойын алаңның сыртына шығып кетті.
Капталдағы төреші қызыл жалауын көтергенден кейін ойынның тоқтары белгілі. Еркебұлан Дүйсеков тағы да Серкенің тақымға басып жүр. Еркебұланның тақымына Серке тиді және жеке дара шауып кетті. Бұл салым болуға тиісті. Асықпай тастап алуан. Бұл салым. Еркебұлан Дүйсеков, қадірлі телекөрермен, есеп айырмасын осылайша қысқартып отыр. Тағы да бір таныстырайықшы. 94-ші жыл туған жап-жас балуан, небәрі 23 жасар, қадірлі телекөрермен. Абай Ережеп секілді бұл да жеке дара шығып кетті. Кәдімгі қылшылдап тұрған жастық шағында осылай шаппағанда қай кезде шабам дейтін шығар бұл балуанда. Кіші шеңберде жатқан Серке ат тұяғының астында жаншылып қазір. Серкені тақымға басқан Қызылорда облысының жігіттері Нұржан Қамбарбеков әдемі кеп шабуыл жасап еді, бірақ Серке мәреден шығып кетті. Әрі қарай ойынды жалғастыра беруге мүмкіндік бар. Аяқ деген ай. Солтүстік Қазақстан облысының жігіттері Серкені жерден көтеріп кетті. Міне Серкеге деген талас. Айттық қой басында. Қызылорда облысының жігіттері ондай шаба тартыста өте қатты өнер көрсетеді деп. Серке ойын алаңының сыртында, төрешінің ысқырығы естілді. Енді ортада жекпе-жек сайысымен жалғасады. 3-2 есебімен қызылордалықтар алды. Бірақ бір салым айырмасы айтарлықтай көрсеткіш емес. Сондықтан да қызылордалықтарға сақ болу керек. Бұл жерде Серке ойын алаңының сыртына шықпапты. Кешірім сұраймыз әрине. Төрешінің ысқырығы ойын ережесі бұзылғаннан кейін естілген екен. Нәтижесінде 6-шы нөмірдегі Солтүстік Қазақстан облысының ойыншысы Руслан Смағұлов ойыннан әзірге шеттетіліп тұр. Міне енді расымен де Серке ойын алаңының сыртына шықты. Ортада жекпе-жек болады. Қызылорда облысының жігіттеріне мүмкіндік бар. Солтүстік Қазақстан облысының құрамасы 3 жігітпен ғана өнер көрсетуде. Наурызқожа Әмзеев пен Еркебұлан Дүйсековтың арасындағы жекпе-жек. Наурызқожа бірінші жекпе-жекте ғана ұтқан, одан кейін әзірге Еркебұлан Дүйсековке олжасын оңай беріп тұр. Міне, Еркебұлан Дүйсековтың осындай шабысы расымен де көрерменнің көңілінен шығады. Атты лезде тоқтатады. Қай кезде тоқтату керек, қай кезде тақымға басу керек, қай кезде қамшы салу керек. Бәрін білетін жігіттердің бірі осы. Бірақ енді қанша тырысқанмен де Қызылорда облысының жігіттері көптік қылды бұл жерде. Қаумалап, қапталдан соғып, ойын алаңының сыртына шығарып жүрді. Ойынның бірінші кезеңінің аяқталуына да көп уақыт қала қоймады. Еркебұлан Дүйсеков пен Ертай Нәлтаев шықты. Еркебұлан тағы да еңкейіп Серкен жерден көтеруге барын салуда. Еркебұлан Дүйсековтың тақымына кетті Серке. Аттың алқымынан ауыстырып алып, Серкені оң тақымына басты. Сол жағымен алып, екі жағына бірдей еңкейетін балуандар осылай болады. Міне екі қорғаушысын артта қалдырып кетті. Енді әрі қарай күреңге кәдімгі шабыс қосату керек. Бұл мүмкіндік қой. Бірақ төрешінің ысқырығы естіліп қалды. Осылайша бірінші кезең өз мәресіне жеткен сыңайлы, қадірлі телекөрермен. 3-2 есебімен Қызылорда облысының жігіттері алға шықты. Еркебұлан Дүйсековтың жаңағы шабуыл жүзеге асып кеткенде, онда
есеп теңесіп қалышады. Екінші кезеңнің қызығын өздеріңізбен бірге көруге асықпыз. Сәлден кейін қайта қауышамыз. Қызылорда облысының құрама көкпар командасы мен Солтүстік Қазақстан облысының құрамасының арасындағы ойынның екінші кезеңі басталды. 3-2 есебімен қызылордалықтар алды. Аяқ деген қараңызшы ілініп қалды. Бірақ бұл жерде ешқандай да жарақат жоқ. Сондықтан ойынды тоқтатпады. Әлде болса қызылордалық жігіттер Серкені тақымға басып шыққан. Алтай Қоңқаев айырылып қалды қазір Серкеден. Кәдімгі тартысты бәсеке. Қызылордалықтар есептеселіп солтүстіктің жігіттеріне жеткізбей кетсем екен дейді. Солтүстік Қазақстан облысының жігіттері тым болмағанда есеп теңестіріп алсам екен дейді. Екеуінің де армандары бір-бір салымнан салу. Бірақ ол кімге бұйырады? Басты сұрақ сол. Жұлдызхан Тайырбеков отыр міне сіздердің назарларыңызда. Әулиеата көкпар командасының сақа ойыншысы, ардагер көкпаршы дейтін атаққа жетіп қалған палуан Еркебұлан Дүйсеков пен Пазылхан Өміртаев шықты. Еркебұлан Дүйсеков деген Серкеннен айырылып қалғанын көрдіңіздер. Міне жігіттер ойынның екінші кезеңін кәдімгі шын Серкемен бастаған екен. Себебі өздеріңізді көрдіңіздер, кәдімгі жасанды Серке жыртылып кетті. Бірінші кезең аяқталмай жатып ақ. Бұл жігіттер кәдімгі терісі қатты Серкеден бөлек нәрсенің барлығын жыртатын палуандар ғой баршасы да. Ана құрыш қолда темір тақым жігіттерінің жұлқылаған кезде не нәрсең болса да жыртылуға дайын тұратын сияқты. Еркебұлан Дүйсеков міне Серкені қайтадан тақымға басып алды. Екі салымды да Солтүстік Қазақстан облысына тиесілі осы Еркебұлан Дүйсеков салған болатын. Енді бұл салым салмаса да әйтеуір апаратын осы Еркебұлан Дүйсеков секілді. Құдды бір жалғыз өзі қызылордалықтарға қарсы ойын өрнегін көрсетіп жатқан сияқты. Міне Еркебұлан Дүйсеков ешкімге әлі де Серкені берер емес. Тағымы да таста, екі жаққа бірдей еңкейіп. Жекпе-жекте де палуан, аты да жүйрік, салым сағанда да шатаспайды. Жалпы мұндай жігіттер ұлттық құраманың сапына ілінуге мүмкіндігі бар жігіттер болса керекті. Әлде болса Еркебұлан Дүйсеков Серкені тақымға басып жүр. Өзі жас, 1994 жыл туған. 23 жастағы жігіт. Бірақ мақтау бітпей жатып қазір Серкеден айырылып қалған жайы бар екен. Қызылордалықтар қазір әдемі шабуылға шықты. Бұл салым болуға тиісті деген сәл ертерек тастау керек. Болмаса кәдімгі Серкен иіріп тұрып артқа қарай тастап кеткен кезде бұл қызылордалықтарға жеңіс алып келетін салым болушы еді ғой. Әдемі мүмкіндіктен айырылып қалды деген дейміз. Десек те бұл ойын, бұл спорт. Кім мықты? Кімнің бабы мен бағы қатар келіп тұр, сол жеңіске жетеді әрине. Міне тағы да Қызылорда облысының жігіттері Серкені тақымға басып шыққан. Қызылордалықтар шабуылдың қарқынын күшейтуде. Бүйте берсе бір салымды болатыны белгілі. Жан-жақтан қаумалап қара киген солтүстіктің жігіттері кәдімгі өздерінің жеріндегі қара суықтай төндіріп қара киім киген екен. Жан-жағынан кеп қаумалап кәдімгі Қызылорда облысының шабуылшысын ойын алаңының сыртына шығарып Пазылхан Өміртаев қанша тырысқанымен де Серкенің тақымында қалдыра алмады ғой. Абай Ережеп қазір Серкені ортаға кеп тастаған. Руслан Смағұлов пен Наурызғожа Әмзеев шықты.
Еркебұлан Дүйсеков демалайын деген шығар. Иә, демалуға еңбек сіңірді ол жігіт өзі. Бейнеттің зейнетін 2 минут болса да көре тұрайын деп тыста тұр ғой деймін шамасы қазір. Наурызғожа Әмзеев кейін кию керек енді қазір. Осыдан 1 жыл бұрын Наурызғожа Әмзеевтің жылдамдығында шек болмаушы еді, қазір Наурызғожа жылдам еңкей алмай жатыр. Енді еңкею керек қой. Енді қашан күтесің, шіркін-ай. Ай, әттеген-ай, Наурызғожа Әмзеев. Мақтаған қыздың кейпін кешіп жүрмесе болған әйтеуір. Серкен тақымға басты. Наурызғожа Әмзеевтің астындағы аты бір орында тұрмағаннан ақ оның жылдам екенін аңғаруға болады. Көрейік қаншалықты өте алатынын. Міне. Жалғыз өзі шауып бара жатқан кезде сәл ғана ойын алаңның сыртынан шығып кеткен секілді басы қатты екен ғой атының. Шіркін-ай, іле алмай жүргенде сол екен. Ондай аттарды біраз тәрбиелеп, кәдімгі ауыздығымен алыстырып қою керек. Еркебұлан Дүйсеков пен Пазылхан Өміртаев тұр. Еркебұлан Дүйсеков әріптесіне көңілін толмағандай қайта шығыпты ортаға. Бұл палуанның өзі де аты да шаршамайтын бір әккілер екен. Міне Еркебұлан Дүйсеков тағы да Серкені жерден көтеріп тақымға басып алды. Пазылхан Өміртаев Еркебұлан Дүйсековтың қасында атын қамшылап жүргені болмаса ештеңе істей алмағанын көрдіңіздер. Еркебұлан Дүйсеков қазір кетті шабуылға, жеке дара шауып бара жатқанын көріп отырсыздар. Бұл салым болар ма екен? Тақымнан шығарып алған, бірақ жете алмай қалды Серкеге. Солтүстік Қазақстан облысының жігіттеріне мүмкіндік бар, кәдімгідей толағай мүмкіндік. Бұл салым өте тамаша. 9-шы нөмірдегі Шабандоз қазір ақжалмен салым салып кетті. 9-шы нөмір. 9-шы нөмір болса бұл Вадим Любарский болуға тиісті. Орыстың баласы көкпар шауып жүр. Александр Пупенко, Владимир Кильдерден кейін осы Вадим Любарскийді көріп отырмыз. Атқа қонып көкпар тартқан. Есеп 3-3 қадірлі телекөрермен. Дәл осылай ойын өз мәресіне жететін болса, онда ары қарай қосымша уақыт беріледі. Алтын доп деп жатады футболда. Сол сияқты алтын салым бұл жерде. Кім салым салады, сол команда жеңіске жетеді. Бірінші болып салым салған. Бірақ енді оған жете ме, жетпей ме, кім білсін. Бұл ойын кез келген уақытта есеп өзгеріп кетуі мүмкін. Дәл жаңағыдай Вадим Любарский секілді жігіттер міне. Вадим Любарский бір салым салғаннан кейін қайтадан ашыла кіріскен сияқты ақжалға мініпті бұл жолы. Міне Серкені қызылордалықтарының тақымынан жұлып алмаса да сүйреп апарып ойын алаңның сыртына шығарып жіберді. Ортада енді жекпе-жек сайысы болады. Тағы да Еркебұлан. Абай Ережеп Еркебұлан Дүйсековке әдемілеп тұрып қалдырып кетті ғой бұл Серкені. Еркебұлан еңкей, ай, ат деген ай. Аты атқып алға шығып кетті. Ортадағы шеңбердің сыртында жатқан Серке кімге бұйырар екен? Бәрі де әйтеуір бір-бір қолдарын тигізіп кетіп жатыр. Осылай пақайға жабысу керек еді, бірақ ат тұяғының астында қайта қалып қойды. Міне Қызылорда облысының жігіттері Серкені тақымға басты. Кәдімгі тартып тұрып басқанын өздеріңізде көрген шығарсыздар. Міне
Қызылорда облысының палуандары Серкені тақымға басып жүр. Абай Ережептің тақымындағы Серкені қазір командалық әріптесі өзінің тақымына ауыстырып алды. Міне шабуыл. Көрейік қызылордалықтар. Міне тамаша. Бірақ бұл салым емес. Төрешінің жоқ деген белгісін естіп көріп келе жатырмыз. Яғни мәре сызығының жиегіне тиіп қалды Серке. Осының нәтижесінде бұл салым саналмайды. Ортадағы төреші Нұрдәулет Момыновтың пәрменін күтуге тиісті. Жалпы командалық тартыс болатын. Өздеріңізді жақсы білесіздер, құрметті телекөрермендер. Яғни Серке мәре сызығының жиегінде жатқан кезде салым саналмаған тұста жалпы командалық тартыс болады. Ойын алаңның сыртына шығып кетсе ғана ортада жекпе-жек сайысы болатыны белгілі. Кімнің тақымында кетеді екен? Вадим Любарский міне. Додаға кіріп тұра Серкенің үстінде тұр. Қызылордалықтар тағы да Серкені жерден көтерген. Қызылорда облысының жігіттері қалай да болса бір салым салу керек деп барын салып жатыр. Екі команданың да мүмкіндіктері бірдей қазір. Мұндай уақытта ойыншыны ауыстыру қиын негізі. Қауіптірек деп айтсақ та болады. Солтүстік Қазақстан облысының жігіттерін Құдай жарылқап Қызылорда облысының палуаны Серкені тақымнан шығарып алған жайы бар. Әйтпесе үш ойыншыға төтеп беру аса бір қатты қиын емес төрт ойыншымен. Серке әлі де болса нақты біреудің тақымына түспей жатыр. Ай, міне. Вадим Любарский ғой деймін шатаспасақ. Аттан құлақ болған екен. Бірақ төреші ойынды тоқтатты. Ондағы себеп Серке 1 минуттың ішінде жерден көтерілуге тиісті болатын. Міне қайталап көріністен. Байқап отырсыздар. Вадимнің қалай аттан құлаған. Бір минуттың ішінде Серке жерден көтерілмейтін болса, онда ортада жекпе-жек сайысы болатын әлімсақтан белгілі. Наурызғожа Әмзеев, Еркебұлан Дүйсеков. Еркебұлан Дүйсеков қазір міне Серкеге еңкеуге мүмкіндігі бар. Еңкейді әдемілеп тұрып Серкені жерден көтерді. Наурызғожа Еркебұланның үстінен түсіп Серкені жұлып алуға барын салуда. Бірақ Еркебұлан әдемілеп тұрып Серкені тақымға басып алды. Еркебұлан шабуылға басқанын көріп отырсыздар. Бұл салым болуға лайықты шабуыл ма, әлде қызылордалықтардың қорғанысы мықты бола ма? Көрейік. Міне мәренің тура тұсында Еркебұлан айналдырып жіберу керек еді осындай кезде. Аттай шіркін-ай, қандай тамаша. Бірақ қызылордалықтар жан беріп жан алып жатқан жайы бар. Еркебұланның тақымындағы Серкені қазір қызылордалықтар тартып алғанын көрдіңіздер. Әй шіркін-ай. Міне Қанат Абылбеков бастады шабуылға. Қанат Абылбековтың тақымында Серке кетіп бара жатыр, бірақ төрешінің ысқырығы естілді. Ойын аяқталды. 3-3 есебімен бітті, бірақ міндетті түрде бір жеңімпаз болуға тиісті. Сондықтан әрі қарай қосымша уақыт берілді. Міне өздеріңіз де көрдіңіздер. Енді кім бірінші болып Серкені мәреге апарады, сол жеңіске жетеді. Алтын салым деп атасақ та болады бұны. Қызылордалықтар Серкені жерден көтерген. Жаслан Мұратов қазір шабуылға басты. Жаслан Мұратов жеке дара шауып келе жатқан сыңайлы. Міне қараңыздар, солтүстік Қазақстан облысының жігіттері барын салуда. Қалай болар екен? Жоқ, мәренің тура тұсынан айналып өтіп кетті. Абай Ережеп қазір
әріптесінің атын қамшылап жүр. Мәрені қалай күзетуден міне бұл салым болуға тиісті. Көрейік, қалай болар екен. Жоқ, салым жоқ. Жоқ, салым екен, иә. Біріншісінде расымен де салым болған, одан кейін барып аттың тұяғы шығарып жүрген. Қайталап көріністен тағы көрейік, иә. Нақты салым болып жатыр, өздеріңіз де көріп отырсыздар. 11-ші нөмірдегі қадірлі телекөрермен Жасұлан Мұратов жеңісті салымға қол жеткізді. Осылайша Қызылорда облысы мен Солтүстік Қазақстан облысының жігіттерінің арасындағы бәсеке өз мәресіне жетті. Және Қызылорда облысының жігіттері таза еңбекпен бұл жеңісті өз қоржындарына жазып алды. Құттықтаймыз. Солтүстік Қазақстан облысының жігіттеріне осындай ойын көрсеткен үшін үлкен рахмет айтуға болады. Бастысы жеңіс емес, бастысы ұлттық спорттың ұлықтаған азаматтар міне өздерінің намысы бар екен, жігерлерін жеткілікті екенін көрсетті. Бұл көкпар бағдарламасы. Келесі аптада өздеріңізбен қайта қауышамыз. Амандық болса, Ақтөбе облысы мен Астана қаласының көкпаршыларының арасындағы бәсекені тамашалаймыз. Өздеріңізбен бірге тамашалаған комментаторларыңыз Қайырхан Мәулен, бұл бағдарламаның режиссерлары Руслан Дәулетов пен Нұрсұлтан Темірхан. Амандықта қауышқанша.